Саламатсыздар ма, менің сүйікті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен осындай Рафаэлланың рецебімен бөліскелі отырмын. Ең бірінші бізге кез келген печеньені алып, немесе қолдан жасап алсаңыздар да болады печеньені. Оны ұнтақтап блендерменен ішіне сгущенканы қоссаңыз болады, варенка қоссаңыз да болады. Мен сгущенка қостым және шоколад қостым, кәдімгі ерітілген шоколад. Және де соның бәрін ұнтақтап осылай паста жасап аламын да. Үстіне мускатный жаңғақ немесе грек жаңғағын қосып, кокостың ұнтағыменен домалақтап бұлғап алсаңыз, тамаша Рафаэлла болып шығады. Сүйікті менің көрермендерім, алдағы уақытта мен сіздерге 5 минуттың ішінде дайын болатын көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сол себепті менің каналымдағы колокольчикті басып тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта менің рецептерімді жіберіп алмас үшін. Достар, егер де менің осы рецебім сіздерге ұнаса, комментария қалдырыңыздар. Және де өздеріңіз Рафаэлланы қалай жасайсыздар, соларын да жазып комментария қалдырсаңыздар болады. Мінекей столдың сәні аяқ астынан дайын болған 5 минуттық Рафаэлламыз біздің дайын.